Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Қазір мен сіздерге WebEx онлайн видеоконференция жүйесіне қалай кіруді және оған қандай жағдайларда тіркеліп, сол видеоконференцияға қатысушы бола алатындарыңыз туралы қысқаша түсіндірме жүргіземін. Алдымен сіздерге организаторлардан қысқаша мәлімдеме келеді, сообщение келеді. Ол жерде совещанияның тақырыбы, номер совещания және URL адрес келеді. Осы адреске кіру арқылы сіздер жеке кабинетіне өтесіздер. Бұл кабинетке өткеннен кейін WebEx сіздерге настольный программасы, то есть компьютердегі программаны ашуларыңыз сұрайды. Менде қазіргі кезде бұл бірнеше рет ашылғандықтан, менде Cisco WebEx жүйесінің компьютерге арналған версиясы көшірілген. Сондықтан ол жүйе сіздерге автоматты түрде, осы ссылкаға кірген кезде автоматты түрде бірінші рет кірсеңіздер міндетті түрде скачать етіледі. Және бұл программа скачать етіліп біткеннен кейін үстінен басу арқылы сіздер оны запускать етесіздер. Осы запуск кнопкасын басу арқылы сіздер өз жеке дербес компьютерларыңызға, ноутбуктарыңызға бағдарламаны орнатасыздар. Бағдарлама орнату еш қиындық туғызбайды және өте оңай жолмен орнатылады. Келесіде дербес компьютерге орнатылғаннан кейін Cisco WebEx митинг жүйесінде сіздерге совещанияның аты шығып тұрады. Және сіз сол совещанияға қатысушы болып кірулеріңіз үшін сіздерге өз жеке аттарыңызды көрсетулеріңіз сұрайды. Бұл жерде стандартты түрде компьютердің аты тұрады. Сондықтан менде қазір өзімнің жеке компьютерімнің аты тұр. Және ол жерге бұны өзгертуге де болады. Көп жағдайда совещанияда вуздың атымен не болмаса жеке адамның аты жөні толығымен жазылу керек. Келесіде пароль не болмаса авторизация уақытысында сіздердің келесі кіретін рет кезінде осы жүйеге кіруге мүмкіндік беру үшін сіздерге міндетті түрде жеке почталарыңызды сұрайды. Сондықтан өздеріңіздің жеке жұмыс істеп тұрған почталарыңызды жазуларыңыз қажет. Және далее кнопкасын басасыздар. Бұл жерде далее кнопкасын басқан кезде сіздерге предосмотр шығады және предосмотр шыққан уақытта сіздердің камераларыңыздың істеп тұрғаны және бұл жердегі қандай мүмкіндіктер бар екендігін көрсетеді. Яғни сіздер веб-камераны өшіре аласыздар және қоса аласыздар. Микрофонды қоса аласыздар, өшіре аласыздар. Осындай мүмкіндіктер бар. Келесі ретте сіздер присоединиться к совещанию деп басасыздар. Бұл кезде кабинет толығымен WebEx кабинеті ашылады және бұл совещанияның басталмағандығын білдіреді. Егер совещания басталып кеткен болса, бұл жерге толығымен видео болып жатқан видеоконференция толығымен ашылады. Және қандай организатор, кім оратор сол сөйлеп жатқаны ең басты экранда шығып тұрады. Бірақ қазіргі уақытта бұл тесттік режимде болғандықтан бұл совещание әлі уақыты келген жоқ. Бұндай жағдайда не істейміз? Біз организаторды ескертеміз, уведомить организатора. Бұл батырманы басқаннан кейін сіздерге қысқа мәтіндік код талап етіледі. Бұл код
сіздердің робот емес адам екендеріңізді тексеру үшін арналған. Жібереміз. Осыдан кейін сіздерге мынандай ескертпе шығады. Бұл ескертпе сіздердің осы конференцияға қатысуға дайын екендеріңіз туралы және сіздердің күтіп отырғандарыңыз туралы организаторға ескертеді. Қысқаша түсіндірме Cisco WebEx жүйесіне кіру туралы түсіндірме осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.